Саламатсыздар ма, білім алушылар? Арнайы пән оқытушысы Таншаева Айгүл Керімханқызы. Сабағымыздың тақырыбы бағдарламалық қамтамасыздандырудың өмірлік циклі. Сабақтың жоспары: бірінші, өмірлік цикл; екінші, өмірлік циклдің кезеңдері; үшінші, бағдарламалық құжаттардың критерийлері; төртінші, бағдарламаның сенімділігі мен дұрыстығы. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың өмірлік циклі деп, оның құрылуынан бастап аяқталу моментіне дейін қолдап отыратын фирманың жұмысының аяқталуына дейінгі циклді айтады. Өмірлік цикл үрдісі халықаралық стандартпен шектеледі. ISO, IEC. Ақпараттық технологиялар бағдарламалық қамтамасыздандырудың өмірлік үрдістері. ISO, International Organization of Standardization. Стандарттаудың халықаралық ұйымы. IEC, International Electronical Commission. Электротехниканың халықаралық комиссиясы. Бұл стандарт бағдарламалық қамтамасыздандырудың өмірлік цикл құрылымы және оның үрдістерін сипаттайды. Өмірлік цикл бір-бірімен байланысқан әрекеттердің жиынтығынан тұрады. Ол жиынтық небір кіріс деректерді шығысқа түрлендіреді. Әр үрдіс алғашқы деректер мен нәтижелер белгілі бір есептеу және оларды шешу әдістерімен сипатталады. Стандарт бойынша бағдарламалық қамтамасыздандыру құру үрдісі келесі әрекеттерден тұрады. Дайындық жұмысы, өмірлік циклдің моментін, стандартты құру, құралдары мен әдістерін, жұмыс жоспарын құруды таңдау, жүйеге қойылатын талаптарды талдау, жүйенің сәулетін жобалау, бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды талдау, бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу және кодтау, бағдарламалық қамтамасыздандыруды интеграциялау, біліктілігін тестілеу, қондыру, қабылдау. Бағдарламалық қамтамасыздандыру кезеңдері. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың сыртқы сипаттау кезеңдері: жасалу кезеңі, кодтау кезеңі, аттестациялау кезеңі, бұйым өндіру кезеңі. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды пайдалану кезеңі, қолдану және жетелеу фазасы. Көрсетілген алғашқы 4 кезеңде бағдарламаны қамтамасыздандыру құжаттарын жасау және басқару үрдістері жүргізіледі. Бағдарламалық бұйым мұнда бағдарламалық құжаттар немесе бағдарламалаудың көшірмелері алынып, олар тағайындалған жерде қолдануға жіберіледі. Пайдалану кезеңде бағдарламаны қамтамасыздандыруды сақтау, ендіру, қолдану үрдістері жүргізіледі. Бұл кезең 2 фазадан тұрады: қолдану фазасы, жетелеу фазасы. Бағдарламаны қамтамасыздандырудың саласының критерийлері: функционалдық қызметі, сенімділігі, қолдану жеңілдігі, тиімділігі, жетелеулігі, дайындығы. Үлкен бағдарламалық жобаларды жасауды басқару үшін оның өмірлік циклін 6 кезеңге бөлінеді: жүйелік талдау, талаптарды талдау, жобалау, кодтау, тестілеу, сүйемелдеу. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жасаудың классикалық өмірлік циклі. Жүйелік анализ компьютерлік жүйедегі әр элементтің рөлін, элементтердің бір-бірімен байланысын береді. Бағдарламалық қамтамасыздандыру үлкен жүйенің тек бір ғана бөлімі болғандықтан, анализ жүйелік элементтерге қойылатын талаптарды анықтаудан басталады және осы талаптардың ішкі жиынын бағдарламалық элементтерге тағайындайды. Жүйелік жете-берістің қажеттілігі әсіресе бағдарламамен қамтамасыздандыру басқа элементтердің, яғни аппаратура, адамдар, деректер қоймасын, интерфейсін қалыптастырғанда айқын пайда болады. Осы кезеңде бағдарламамен қамтамасыздандыру жобасын жоспарлау, есебін шығару басталады. Жобаны жоспарлау барысында жоба жұмысының көлемі және оның қауіп-қатері, қажет еңбек шығындылығы анықталады. Жұмысшы есептер және жұмыстың жоспар графигін жасалады. Талаптарды анализдеу бағдарламалық элементке жатады. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға
оның функциялары, сипаттамалары, интерфейсі анықталады және нақтыланады. Барлық анықтамалар анализ бөлімінде құжатталады. Егер осы жерде жобаны жоспарлау мәселесі аяқталады. Жобалау келесі түсініктерді жасаудан тұрады. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың архитектурасы, модульдік құрылымы, алгоритмдік құрылымы, деректер құрылымы, енгізу және шығару интерфейсі, деректердің кіріс және шығыс пішімдері. Жобалау үшін кіріс деректер анализ бөлімінде мазмұндалады, яғни жобалау барысында бағдарламаға деген талаптарды көптеген жобалық ұғымдарға трансляциялау орындалады. Жобалау мәселесін шешу кезінде келешек бағдарламалық бұйымның сапасына негізгі көңіл бөлінеді. Кодтау жобалау нәтижесінде бағдарламалау тіліндегі мәтінге аударудан тұрады. Тестілеу логикадағы, функциядағы және бағдарламалық бұйымды өткізу түрлеріндегі кемістіктерді табу үшін бағдарламаны орындау. Жетелеу бұл пайдаланатын бағдарламалық өзгерістер енгізу. Өзгеріс мақсаты қателерді түзету, бағдарламалық қамтамасыздандыру үшін сыртқы орта өзгерістеріне бейімделу. Тапсырыс беру үшін талаптарды бағдарламалық қамтамасыздандыруды жетілдіру. Бағдарламалық қамтамасыздандырды жетілдіру жаңа бағдарламада жасаудан емес, өмірлік циклдің әрбір алдыңғы қадамдарын, яғни кезеңдерін нақты бағдарламада қайталап қолданудан тұрады. Классикалық циклдің құндылығы мен кемшіліктері бар. Құндылығы жобаның барлық кезеңінде жоспар және уақыт графигін береді, құрастыру барысында реттейді. Кемшіліктері нақты жобалар бағдарламалық қамтамасыздандырудың қадамын стандарттық тізбегінен жиі ауытқуды талап етеді. Цикл бағдарламалық қамтамасыздандыруға алғашқы талаптардың нақты құрылуынан негізделеді. Тапсырыс беруші талаптарды көбінесе тек жарым-жартылай ғана анықталады. Жоба нәтижесіне тапсырыс берушінің тек жұмысының соңында ғана қол жеткізеді. Өңдеу бұл қателерді жою және таратпаушылық. Өңдеу жетісті тестілеуді нәтижелі болып табылады. Бұл егер тесттік нұсқа қателік тапса, өңдеу үрдісі оны жояды деген мағынада. Өңдеу үрдісі екі нәтижелі болуы мүмкін. Бірінші, себеп табылады, түзетіледі, жойылады. Екінші, себеп табылмады, өңдеуші себепті шамалайды. Осы үлгіде қатені түзетудің интеграциялық үрдісін жүргізеді. Қателерді пайда болу әртүрлі әдістері болуы мүмкін. Бағдарлама дұрыстығы аяқталады, бірақ дұрыс нәтиже бермейді. Бағдарлама ілініп қалады, бағдарлама тоқтатумен аяқталады. Бағдарлама аяқталады, тосқан нәтижелерді береді, бірақ сақталатын деректер бұзылады. Өңдеу әдістеріне екі топқа бөлінеді: аналитикалық және экспериментальдық. Аналитикалық тесттік айдау үшін шығыс деректерді анализдеуге негізделеді. Экспериментальды сол немесе басқа бастапқы деректегі бағдарлама тәртібінің сипаттамасын анықтауға мүмкіндік береді. Өңдеудің қосымша құралдарын пайдалануға негізделеді. Өңдеудің мақсаты бағдарлама орындалғанда дұрыс аргумент дұрыс немесе нәтижеге әкеледі. Бағдарламадағы операторды табу. Үйге берілген тапсырма, бақылау сұрақтары және баяндама тақырыптары. Сау болыңыздар.